Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздердің назарларыңызға білім беру робототехникасы саласындағы инновациялық жобаны ұсынамыз. Алдарыңызда Айсұлтан, Амина оқушыларымыз жоба туралы толығырақ ақпарат береді. Қайырлы күн, мен есімім Айсұлтан болады. Бүгінгі роботты құрастырған инженер ретінде келіп отырмын. Жалпы бұл өзіміздің досымыз ит форматында жасалған робот десек те болады. Және бұл жай ғана ойыншық емес, жалпы өмірге керекті, белсенді және көптеген істерді атқара алатын робот ретінде қарастырсақ болады. Керемет, енді оның мүмкіндіктері туралы толығырақ айтып кетсеңіз. Жалпы робот неден тұрады? Әрине, бірінші бұл роботтың физикалық түрін айтып кетсем болады, және бұның ұзындығы бізде 31 сантиметрді құраса, ал ені 16 сантиметр, ал биіктігі 26 сантиметрді құрайды. Ендеше роботтың ішкі құрылысына мән беретін болсақ, жалпы роботымыз 16 еркін қозғалыс күшіне ие. Жалпы ішінен 4 қозғалғыш орналасқан. Тіпті бұл өмірдегі өзіміздің 4 аяқ итімізден де еш жері кем емес десек те болады. Яғни дәлме-дәл қайталап отырады. Тіпті жүзеді ме? Жүзу қимылдарын қайталайды. Жүзу қимылдарын қайталайды. Тамаша. Механикасы түсінікті. Бірақ мен білетін кез келген роботтың миы оның жүрегі дейді, Ал роботты қалай басқарасыздар? Сәлеметсіз бе? Мен есімім Амина, мен жобаның бағдарламашысы боламын. Жалпы дұрыс айтасыз, яғни бағдарламасыз бұл жай ғана әдемі мүсін болып саналады. Біздің басқару негізімізде көп функционалды пульт жатыр, ол пайдаланушыға ыңғайлы болу үшін әртүрлі логикалық бөліктерден тұрады және пайдаланушыға өте ыңғайлы болып келеді. Ал оқытуға келетін болсақ, аннотацияда бұл білім берудегі платформа делінген ғой. Өте дұрыс, себебі біздің ең қызық нәрсеміз ол біздің пультта болып тұр, ол тікелей басқару емес, бағдарламалау режимінде. Бұл біздің мақтанышымыз десек те болады. Пернетақтада қарасаңыз, П деген пернені көріп тұрсыз ба? Ол роботты оқыту режиміне ауыстырады. Осыны басу арқылы біз басқарушы өзінің ыңғайына қарай осыны командаларды ретімен бөліп қоя алады. Мысалы, ол жүгіру, отыр, музыканы қос деген секілді. Робот сол іс-әрекеттерді жаттап алады. П пернесін қайта басу арқылы біз осы кодты орнатамыз. Осы арқылы бала ойнап жүріп, алгоритмдер негіздерін үйренеді. Яғни командалар тізбегі дегеніміз не, оны қалай құрады, бағдарлама қалай құрылады деген секілді іс-әрекеттерді үйренетін болады. Тамаша. Байқауымша роботтарыңыздың аты Хаджи Машин деп аталады. Неліктен осылай қойдыңыз? Мағынасы қалай? Ходжи машин деген белгілі бір астарында мағына жатыр. Ходжи сөзі жапон тілінен аударған кезде төзімді деген сөзді білдіреді. Сондықтан біздің роботымызбен тікелей байланысты десек те болады. Бастапқыда біз бұл роботты өрт сөндіруші ретінде құрастырғандықтан, ол төзімді болғандықтан осы өзінің атауы оған тікелей байланысты болып тұр. Оны дәлме-дәл айтқанда, оны тікелей сипаттап тұр десек те болады. Көріп тұрғанындай роботтың жанында DQS0001X. DQS біздің мектептің логотипі, солай ма? Ал 0001X нені білдіреді? Жалпы бізде 001X дегеніміз 001, яғни біздің Қонаев мектебінің жалпы бірінші жобасы бұл жасап жатқанбыз. Ал қасында X деген бұл роботты алдағы уақытта әлі де қосымша заттарымыз қосып толықтай шығару. Көп рахмет, барлық ақпараттарыңыз түсінікті әрі қызықты болды. Ендеше роботты қозғалтып сынап көрсек. Әрине, ендеше көрермендерімізді роботымызбен таныстырайық. Ең алдымен роботымызды қосып алайық. Жаңа біз айта кеткендей, біздің роботымыз пультпен немесе дауыс ырғағымен басқарылады. Мен сіздерге қазір роботтың бірнеше қабілеттерін көрсетіп өтейін.